Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы Руханият коммуналдық мемлекеттік мекемесі 27 маусым күні мемлекеттік тіл барлық салада семинар тимбилдигін өткізді. Семинар тимбилдингін барысында Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің Руханият коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы Гүлнара Төлеутайқызы шараның мақсатын көпшілікке таныстырып, шараны бастап берді. Алғашқы лекцияны филология ғылымдарының докторы профессор Шерубай Құрманбайұлы сөз мәдениеті және терминологияның өзекті мәселелері тақырыбында оқыды. Кірме сөздер мен диалекті сөздерден арылып, сөз мәдениетін сақтау жайлы кеңінен тоқталды. Шараның мақсаты мемлекеттік тіл мемлекеттік маңызды мәселе болғандықтан, ол азаматтық, патриотизм, мәдени тұтастық сияқты ұғымдармен тығыз байланысты. Осы орайда түрлі сала мамандарына семинар тимбилдинг ұйымдастыру арқылы қазақ тілінің ахуалын арттыру, іс-қағаздарды жүргізу кезінде туындайтын терминологиялық мәселелер, аударма жасау кезінде қызметкердің баса назар аудару керек тілдік қағидалар жайлы маңызды мәліметтерді жеткізу. Келесі лекцияны Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының ақпараттық технологиялар басқармасының басшысы Мөлдір Бақытқызы қазақ тіліндегі тиімді ID жобалар тақырыбында оқыды. Заманауи технологиялар мен арнайы тіл сайттарының жұмысымен таныстырды. Тимбилдингқа қатысушылар түстен кейін спорттық ойындар ойнап, интеллектуалды сайыстарға қатысты. Шара қорытындыланып, белсенділік танытқандарға алғыс хат табысталды. Бүгінгі семинар тимбилдинг мемлекеттік тіл барлық саласында ойындастырылған семинар өте керемет жақсы өтті.
қаншама бүгін өте жақсы әсер алдық қаншама. Рахметімді айтқым келеді. Еліміз көркейе берсін, бірлік болсын елімізде, тыныштық болсын, осындай семинарлар көп болсын, және де біздің еліміздің мемлекеттік тіл ары қарай дами берсін. Мына тілдер дамыту және архив ис басқармасымен ұйымдастырған жұмыс іс-шара мемлекеттік тіл барлық салада деген атты іс-шарада қатыстым. Өте маңызды өтті. Өте жақсы ақпараттар алдым. Менің ойымша бұндай іс-шаралар көпірек өтсін. Негізі қазақ тілін дамыту керек әр салада. Қатысқандардың барлықтарыңға тілейтінім зор денсаулық, қазақ тілін дамыта берейік, алға қалай қадамымызды баса берейік. Рахмет. Міне бүгін тағы тамаша бір кеш өтті. Осы руханияттың бізді, мұғалімдерді, барлық салада жұмыс істейтін адамдардың бәрін басымызды қосып, керемет кеш өткізді. Біз өте ырзамыз, рахметімізді айтамыз өзіміздің. Қазақта айтқан ғой мақал, барлық тілді біл, бірақ өз тіліңді құрметте деген. Сол себептен осылай ұйымдастырып барлығы өз тілімізді құрметпен жоғары көтерсек, Қазақстан өркендей береді, дами береді. Қазақ тілін жақсы көрейік, қолдайық.